Сәлем, балалар. Дөйдір, қайдасың? Дөйдір. Осындамысың? Жүр, қолымызды жуамыз. Жоқ, аға, мен қолымды жуып қойдым. Жатар алдында міндетті түрде қолымызды жуамыз. Жүр. Қолымды жудым дейсің бе? Ендеше мен саған тағы да бір рет қалай жуу керектігін көрсетейін, жарай ма? Осылай қолымызды сабындап, жақсылап жуатын боламыз. Содан кейін барып тісімізді жуамыз. Сен тісіңді жудың ба? Иә. Жарайсың. Ендеше қазір беті қолымызды жақсылап жуып аламыз. Содан кейін барып ертегімді бастаймын. Ого, алақай. Сәлем, балалар. Беті қолымызды, тісімізді жақсылап жуып алдық, я? Дөйдір, ертегімді бастайын деп жатырмын. Тыңдап отырмын ғой, аға. Ал балалар, сендер ертегімді тыңдауға дайынсыңдар ғой? Ендеше бүгінгі ертегіміздің аты Етікші деп аталады. Өте қызық ертегі сияқты. Ерте заманда өлкеде етікші болыпты. Бала шағасы көп екен. Отбасын асырау үшін ол ел аралап, қобдиын құшақтап жүріп етік тігіпті. Сосын? Күндердің күнінде қобдиын қолтықтап, таныс емес бір ауылға аттанады. Бұрын жүрмеген жері болған соң, етікші адасып кетеді. Ой! Түн болады. Ақырында етікші далада жалғыз тұрған, егесі жоқ үйге кездеседі. Иесіз қыстаудың ішіне кірген етікші пештің үстіне шығып, қобдиын басына төсеп жата кетеді. Бір уақытта салдыр гүлдір еткен бір нәрсе Қорқам! Етікші есікке қараса, маңдайында жарқыраған жалғыз көзі бар бір еңгезердей дәу кіріп келе жатыр екен. Пештің үстінде жатқан қандай адам? Деп сұрайды дәу. Етікші болса, бұл етікші деп жауап беріпті. Иә. Дәу болса, бұл етікші болса, бізге керек шебер екенсің, дейді. Сонан соң дәу бұйырып сөйлейді. Қане бері кел, шебер болсаң, мына үйге кір. Егер ертеңге дейін бір керемет етік тіксең, жаның аман қалады. Ал егер орындамасаң, басыңды аламын. Дейді де, етікшіні бір бөлмеге кіргізіп жібереді. Сосын? Дәудің өзі болса, сол есіктің алдына жатып, ұйықтап қалады. Ой! Етікші болса, енді өмірім жойылды, өліп кетсем, бала шағамды кім асырайды деп уайымдап қалыпты. Амалы таусылған етікші таң атқанша отырып, ғажайып бір етік тігеді. Сосын? Етіктің сыртқы көрінісінің басқа етіктерден айырмашылығы ұшы тіп-тіп жоғары көтеріліп тұрады екен. Ал оның бір керемет қасиеті болды. Айтайын ба, Дөйдір? Айтшы. Керемет қасиеті, оны киген адам аспанға қалықтап ұшып, баратын жеріне лезде жетіп алатын көрінеді. Сондай бір керемет етік тігеді. Бірақ ол дәудің оңайлықпен жібермесін біліп, бәрібір дәу мені босатпайды. Мен бұған бір айла ойластырайын деп, дәу ұйықтады-ау деген кезде, оның аяқ қолын байлап тастайды. Оны дәу сезіп қойып, жігіт болсаң жекпе-жекке шық дейді. Етікші болса, жоқ, саған осы да болады деп, әр ойланып, бер ойланып, үйдің төбесіне шығып, сонда түнейді. Сосын? Таң атады. Таң атқан соң, дәудің үйін аралап, қарап шығады. Үйдің бір қараңғы жерінде темір сандық тұр екен. Етікші темір сандықты әзер дегенде ашады. Оның іші толған алтын күміс екен. Сосын? Бұдан кейін етікші алтын мен күмісті керегінше алып, ғажайып етігін киіп, ауылына қарай ұшып кетеді. Алақай! Дәуден
қалған байлығының жартысын еліндегі жетім жесірлерге таратып береді. Осылай етікші барлық ауылына көмектесіп, қартайған шағында бала шағасы сол етікшіні асыраған дейді. Мінекей балалар, осылай ертегімізді аяқтаймын. Ой, аға, сізге үлкен рахмет. Достар, сендерге ұнады ма? Ұнаған болса лайк басыңдар. Ал менің ұйқым келді. Жарайды, сау болыңдар. Ал балалар, келесі жолыққанша сау болыңдар.